Балалар сайты Еркетай КЗ ұсынады. Тапқыр қоян ертегісі. Аңдардың патшасы арыстан бәйге жариялапты. Бір қазан суды қайнаттырып қойып, осы суды кім ішіп қойса, көп сыйлық беремін деген шарт қойыпты. Аңдар бірінен соң бірі келіп, қанша өжеттенсе де, қайнап тұрған суды ішуге батылдары бармайды. Ең соңында қоян келіп, қып-қызыл шоқта тұрған қазанды көтеріп алады да, ыстықта ішуді өте жақсы көремін деп жан-жағына қарайды. Ендеше іше ғой дейді аңдар аңтарылып. Қоян ұзынан ұзақ қаз қатар тізіліп тұрған аңдарды жағалай жүріп, "Мінекей достарым, мынау ыстық су, көздеріңмен көріңдер" деп бас-басына көрсетіп шығады. Сөйтіп қоян аңдарды басынан аяғына дейін аралап шыққанша, қазандағы су суып қалады. Сол кезде қоян суды басынан бірақ көтеріп сіміріп салады. Шошынған аңдар аузарын ашып, көздерін жұмсады. Ал алданған арыстан патша қоянға көп сыйлықтарды бергізеді. "Міне нағыз ер" деп мақтапты. Осымен ертегіміз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, каналымызға жазылыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.